Қытай Халық Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Жаң Чияо мырзаға. Жазған хатыңызды тапсырып алдық. Біз өткен хатымызда қандастарымыздың Қытай Халық Республикасынан көшіп келіп, Қазақстан Республикасы азаматтығын алса да, талай жылдан бері Қытайдың азаматтығынан шыға алмай жүргендігін, соның салдарынан виза берілмей, Қытайда тұратын ет жақын туыстарын бір көруге зар болып отырғандарын мәлімдеп, сіздерден Қытай заңдары аясында осы мәселені шешіп беруді сұраған болатынбыз. Қытай Халық Республикасының азаматтық туралы заңының 9-шы тармағында Қытай Халық Республикасының азаматтары екінші бір елдің азаматтығын қабылдаса, Қытай Халық Республикасы азаматтығынан автоматты түрде шығарылады деп жазылған. Солай бола тұра Қазақстан азаматтығын алғанына талай жылдар болса да, неліктен әлі күнге дейін Қытай Халық Республикасы азаматтығынан шыға алмай жүр? Қытай азаматтығынан шығарылмаған соң ол жаққа баратын виза берілмейді. Қытайдан көшіп келген қандастардың Қазақстан Республикасы азаматтығын алған соң қайтадан Қытайға бара алмай қалуы, олардың адамдық құқығының ауыр дәрежеде тапталып отырғанының көрінісі. Бұл жерде заңдық негіз жоқ. Бұл қолдан жасалған кедергі. Әрбір Қытай Халық Республикасы азаматының екінші бір мемлекетке қоныс аударуға, азаматтық алуына құқығы бар. Шыңжаң өлкесінде өмір сүрген қазақтар ешқашан террористік және сепаратистік іс-қимылмен шұғылданған емес. Белгісіз себептермен 3 жылдан бері қаншама қандастарымыз саяси үйрену атты лагерге жабылды. Тек ислам дінінде болғаны үшін жазықсыз қаншама қандастарымыз сотталып та кетті. Бұл әрине Қазақстанда тұрып жатқан қазақтардың ашу-ызасын туғызды. Біздіңше ондай орынсыз сылтаулар мен адами құқықтар тапталмауы және мүдделері зиянға ұшырамау керек. Қателікті кім жіберсе де, оны жасыруға әрекет жасағанша, түзетуге жасалған қадам екі елдің достығы үшін қосқан үлкен үлес болып саналар еді. Екі елге бөлініп отырған қазақ халқы емін-еркін барыс-келіс жасау үшін Қытай-қазақ қатынасы өзара тиімділік, түсінісу, сыйластық негізінде бейбіт дамуын қалайды. Жаң Чияо мырза, сіз Қазақ-Қытай дипломатиясы сын сағатта тұрған тарихи кезеңде Қытай Халық Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі болып отырсыз. Бұл сіз үшін аса мәртебелі де даңқты, ауыр да машақатты міндет. Қазақ халқында елдестірмек елшіден деген сөз бар. Екі ел қатынасын ақаусыз дамытудағы сіздің алар орныңыз ерекше. Сіздер үшін Қытай билігінен жапа шеккен, құқығы тапталған қандастарымызды кінәлай бергенше, олардың қоламталы мәселесін шешу аса маңызды деп білеміз. Өткен хатта талап еткен Қытай Халық Республикасынан көшіп келіп Қазақстан азаматтығынан алған қазақтарға Қытай Халық Республикасына бару визасын жеңілдетілген тәртіппен, яғни Қытай Халық Республикасындағы азаматтығын өшірілу талабы қойылмай және Қытай Халық Республикасынан шақырту алдыру талабы қойылмай жүзеге асыру. Қытай Халық Республикасы азаматтығынан шығуды Қазақстандағы Қытай елшіліктері арқылы жүзеге асыру. Екі маңызды тақырып үшін сіздерден нақтылы жауап күтеміз. Атажұрт еріктілер қоғамдық бірлестігі төрағасы Ербол